шабала ұрып қойыңыздар. Өркениет құрамасына екінші бір, алты. Тегіл құрамасы, рахмет сіздерге. Жеті ма? Рахмет. Жетінші. Ал кеттік ары қарай, құрметті көрермендер, бұл жамбату сайысы қысқа әзілдер түсінбей жатқандарға түсіндіріп жатқаным ғой. Кеттік онда. АСК құрамасы екі әзіл. Бір қошемет сіздерден қаттырақ. Құрметті көрермендер, Азияда туралы естідіңіздер ме? Айтпай-ақ қояйын, плагиат болып қалар. Қазіргі таңда Қазақстанда еркектер әйелдеріне бала тушы деп жалынса, Қытайда әйелдері еркектеріне бату желей ма деп. Рахмет. Қорқып жүрмін ма, сен туып жүрмін деп. Түріңе ұмып. Кеттің ары қарай. Қорқпаңыздар, бала ғой. Бірақ қинасам бұқада туады. Қайдар құрамасы. Екі әзіл. Қазіргі заманда жігіттер мысық пен қызды көрсе бірдей қимыл жасайды екен. Жігіт мысықты көрсе түймесін ұстайды, қызды көрсе түймесін шешеді. Олжас деген бала үйінде отырып резеткеге екі соқсан тұтқам деп FM радиосын ұстап апты. Рахмет. Тағы екі әзіл, ғасыр ұландары Тараз ғасыр. Бір балаға мамасы үйіне келген сайын тепсе темір үзетін баласы неге жұмыс істемейсің деп бір мақалды күніге қайталай береді екен. Бала жымдаған соншалық далаға жүгіріп шығып, темір теуіп аяғын үзіп алыпты. Баланың больницада жатып айтқан сөзі: "Мә, мама өтірік шегесің." КВМ болады дегенді естіген біздің колледждің қыздары барлығы балконға таласып жатыр екен. Бейшаралар қаяқтан білсін, драма театрда балкон жоқ екен. Өз колледждің қыздарын мақтағанына рахмет. Өз колледждің қыздарын мақтағанына. Бес саусақ бірдей емес екі әзірге. Жетінші қысқы Азияда ойындарына Қазақстан құрамасы тек қана алтын медалдар аламыз деп келіпті. Кореялықтар тек қана күміс аламыз деп, қытайлықтар тек қана қола медал аламыз деп келсе, Моңғолия құрамасы бұйырған аламыз деп келіпті. Қазіргі таңда бәрімізге белгілі агент Mail.ru сонымен қатар логиндерді өзінің мамандықтарына байланысты қояды екен. Медколледждің қыздарының логиндері: Айжанка, Нижний Пробел, жүзіш, және де спорт школада оқитын жігіттерді Баха, Нижний Пробел, спортик. Және бірінші орында тұрған Абай педколледждің қыздарының логиндері: ақ киімді, денелі ақсақалды, соқыр мұқы танымас түрі жанды, Нижний Пробел кесе 93. Барлықтарыңыз агенттікке отырасыздар ғой, Жиыш деген тема кетті. Медколледж кетті, екі әзіл. Құрметті көрермендер, бәріміз білеміз, 16 желтоқсан жастардың көтеріліске шыққан кезі еді. Ғалымдар дәлелдеді, дәл сондай көтеріліс агент көшкенде болады екен. Ет жесең түске кіреді, жемесең түске кіреді. Дәл сол мақалдың студенттерге арнаған версиясы шықты. Пішпәкет жесең тұқымсыз қаласың, жемесең аш қаласың. Рахмет, тағы үш командамен қош айтсамыз ба? Соның финалда екі команда болады, Агентте ойнады, қыздар қол көтерсінші, бәрі көтереді. Агент отырады. Ана қыз не берім болып қалды. Агент ойлап қалды. Не ғой, музыкант ер болғанда қойсаңшы, дауысын сәл өздетіңші. Мен сөйлеп қоймашы, дауыс дейді, шығып қоятыр дейді. Микрофон дауысын шығарып алсың ба? Бір. Бәрі қатты шықтың. Үш командамен қош айтсамыз, сонымен екі команда қалады финалда, я? Молодец. Залда медколледждің қыздар толтырып отыр, я? Молодец. Қаттырақ қарамандар бар, ja? Не дейді? Кет, төртінші команда. Қайнар құрамаса көп рахмет, шабала құрып қойыңыздар.
Енді өздеріңіз ғой не бір-бірәсінде тағы да бар мен жүрек бүйтеді мен қолым кетпей кеттік онда микрофон беріп қойыңдаршы ағайларға бар бір микрофон артық бар ма микрофон түсінбейсің ба түсінбе нетті кеттік онда бір-бірәсінде махаббат деген шарайна сындырып алма абайла махамбет те исатайдан айрылған машина. Рахмет, бір-бірәсінде күшенбеші ғасыр ұландары Өмірінде шланғы көрмеген бір жігіт шлангыны көріп шлан деп талқап огородта жатқан анау су қосатын шлангыны айтады. Мойынға тағанды шлангы ойлап қалдым. Бес саусақ бірдей емес, біраз. Өткенде Шымкентке ойынға барғанбыз ғой. Сондықтан Шымкенттен түсіп, такси ұстайық деп бір Opel'ге тоқтады. Сол Opel'ге міндетті гостиницаға бар. Гостиницадан тіліміз пісіріп, пешеходта қыдырып жүріп, бір Opel 40 метр салдық. Сосын ары қарай гостиницаға барып демалдық та одан кейін ойын ойнадық. Сосын Таразға бару үшін вокзал жету үшін тағы такси ұстадық. Таксиге тағы Opel келіп вокзалға жетіп алдық. Вокзалда бір нормаль машина кездесем атсақ Opel келіп тұр тағы. Сөйтіп Opel'ға міндетті Таразға бардық. Таразға келіп кішкене Мерседеске мініп жарымыз кіріп қалдық жерім машина. Медколледж біразын. Құрметті көрермендер, білемісіңіздер, жылқы мен қыз бір-біріне қатты ұқсайды. Неге десеңіздер, екеуі де ат. Ал бір грамм никотин атты өлтіреді. Құрметті қыздар, абайлаңыздар. Екі командамен қош айтсаңыз ба? Ағайлар. Қолы. Екі кете ма? 11, екі бір 11. Мен колледж рахмет сіздерге. Сегізге рахмет. Ал енді жеңімпаз анықтаймыз. Қалай? Екі әзілден ба? Бағана ұшып кеткен командаға қанша балдан береміз мен түсінбедім. 0-6-тан ба? 3 командаға 0-6-тан, ә? Бірінші кетіп барғанда 0-6 ма? Олар жақсы кетті. Ерде кетті олар, кеттік онда. Ал күшен. Күшенді бір бала. Журналистер Мирабек Бесбаевтан сұрапты. Сіз осы жастайыңыздан көптеген әншілермен өлең айтып келе жатсыз. Сонда сізге қандай әншімен өлең айтқан ұнады дейді. Сонда Мирабек домбырамен депті. Екі әзілден. Бәрімізге белгілі, қазіргі таңда қазақтарда саммит Азияда деген есім хит болып жатыр. Ал ешкілер мен қойлардың арасында Заттыбек деген есім хит болып жатыр. Келесімді солдақ. Білесіздер ме, не үшін біздің 40 жылы болды? Өйткені Тараз энергоцентр хабарлап қойған. Жылы сөйлесе, отопление күшті болады.